Сәлем достар, біз сіздермен бүгін картоптан фарш жасап үйренетін боламыз. Ол үшін бізге қажет картоп, сыр, тұқым және мына жерде укроп, петрушка майдалап туралған. Бірінші картошканы теркадан өткіздіріп аламыз. Майда теркасына өткіздіргеніміз дұрыс болады. Бұл әрі балалар тағамы, әрі үлкендерге жесе болады. Жүдәмді болып шығады. Мінекей картошкамызды өткіздіріп болдық. Енді сырты осындай майда теркадан өткіздіреміз. Мінекей бізде теркадан сырды өткіздіріп болдық осылай майдалап. Енді оған өзіміздің мына петрушка және укропымызды саламыз, майдалап туралған. Жұмыртқаны алып, жарып салып, араластырамыз. Мінекей араластырып алдық. Менің балама беретіндіктен тұз сеппеймін. Сіздер өз қалауларыңызша кішігірім шай қасықпен тұз сепсеңіздер болады. Енді қазір кішкене май құйып табаға оны екі жақтан қуырып аламыз. Осылай табаға пісіріп аламыз. Қазір екінші жағына аударамыз. Кішкене жұқаға пістегеніміз дұрыс. Себебі екі жағы да пісуі керек.